Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін хит торттардың бірі молочный девочка, яғни сүтті қыз тортын дайындау жолын көрсетемін. Қоюлатылған сүт, яғни сгущенкамызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Сгущенкамыз бізде табиғи, яғни натуральный болуы керек. Одан кейін жұмыртқамызды біз отборный деген түрін, ең үлкен түрін қосамыз. Біздің жұмыртқамыз да сгущенкамыз да үй температурасында болуы қажет. Миксердің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқалы массамызға електен өткізіп саламыз. Миксердің көмегімен біріккенше араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай қою формада болуы қажет. Күлшемізді пісіретін форма дайындаймыз. Ол үшін сапасы өте жақсы пергамент қағазын аламыз. Оның үстіне 22 диаметрлі форманы қоямыз. Қаламсаптың көмегімен сызып аламыз. Бұл бірінші варианты. Екінші варианты осындай кольцоның көмегімен пісіретін боламын. Яғни 22 диаметріне апарамыз. Пергамент қағазының үстіне қоямыз. 3 ас қасық қамырдан сала отыра қамырымызды бір тегіс етіп жайып аламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша бірінші немесе екінші вариант қалай ыңғайлы солай пісіріп алсаңыздар болады. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып аламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алғаннан кейін осылай ақырын кольцомызды көтеріп аламыз. Осындай кондитерлік құралдың көмегімен қамырымызды бір тегіс етіп жайып аламыз. Күлшелерімізді 180 градуста 6-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің күлшелеріміз дайын. Осылай решетканың көмегімен толықтай суытып аламыз. Суығаннан кейін пергамент қағазынан өте оңай осылай алынатын болады. Піскен күлшелерімізді жеке қойған дұрыс болады, әйтпесе бір-бірінің бетіне жабысып қалуы мүмкін. Крем дайындаймыз. Суық кілегейге қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз, ақырын көтеріп отырамыз. Біздің крем дайын болды. Осылай өзінің формасын ұстап тұру керек. Тортымызды жинаймыз. Күлшемізді қойып аламыз. Оның сыртынан аттестатный пленка деген бүкіл кондитерский магазиндерде болады. Соны міндетті түрде қойыңыздар. Оның сыртына осындай кольцоны қоямыз. Бұл не үшін? Бұл тортымыздың бір тегіс шығуы үшін өте қажетті құрал. Әр күлшемізге 3 ас қасықтан крем сала отырып, тортымызды жинап бастаймыз. Кремімізді бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар.
Ең соңғы күлшемізге беткі қабатына крем жақпаймыз, солай қалдырамыз. Жиналған тортымыздың пищевой пленканың көмегімен жақсылап жауып алып, кем дегенде 8 сағатқа, не болмаса бір түн тоңазытқышқа сақтаймыз. Сонда кремімізді жақсы сіңетін болады. Біздің тортымыз бір түн тоңазытқышта тұрды, енді сыртын қаптаймыз. Тортымыздың сыртын қаптаймыз. Ол үшін мен арнайы крем дайындадым. Ол кремнің видео рецептісі менің YouTube каналымда бар. Және осы видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Тортымыздың сыртын осылай толықтай қаптап аламыз. Біздің тортымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.